Кейбір жандар күні бойы кофе ішсе де, қанындағы қант мөлшері тұрақты, тамырлары таза, энергиясы кешке дейін сарқылмайды. Ал енді біреулер үшін бір шыны кофе қанттың күрт секіруіне, мазасыздық пен түске дейінгі созылмалы шаршауға себепші. Бұл жерде айырмашылық кофенің өзінде емес, оны қалай тұтынғаныңызда. Жиі еститін сөздер. Дәрігер қан қысымы мен қант деңгейіне қарап, кофеден бас тартуға кеңес берді. Осыдан кейін адам өзін кішкентай қуанышынан айырып азап шегеді. Не жасырын ішіп, денсаулығыма зиян келтірдім деп іштей уайымдайды. Шындығына келсек, кофе жау емес. Заманауи зерттеулеріне сүйенсек, кофе зат алмасуды тездетіп, бауыр жұмысын қолдайды. Организмнің инсулинді тиімдірек пайдалануына көмектеседі. Кофені тұрақты ішетіндерде жасқа байланысты когнитивті өзгерістер сирек кездеседі. Кофе ішкенде кофе ағзаға пайдалы әсер ету үшін белгілі бір ережелер сақталғанда ғана жүзеге асады. Қате ішілген кофе сергектіктің орнына жүйкелілікті, қуаттың орнына дәрменсіздікті, ал ұйқы безіне жеңілдік орнына ауыр жүктеме әкеледі. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге кофені шынайы одақтасқа айналдыратын 4 негізгі ереже туралы айтамын. Видео соңында барлық пайданы біріктіретін алтын рецептпен бөлісемін. Бірінші ереже. Сіз оянған сәтте денеңіз бірден тіршілік процестерін іске қосады. Соның ішіндегі ең бастысы кортизол гормонының бөлінуі. Көбіміз оны стресс гормоны деп қорқамыз. Бірақ таңертеңгі кортизол бұл біздің табиғи оятқышымыз. Ол бүкіл ағзаға «Оян, жұмыс бастаймыз» деген сигнал береді. Кортизол деңгейі оянғаннан кейін 1-1,5 сағаттан соң шарықтау шегіне жетеді. Осы уақытта денеңіз кофесіз өзін-өзі сергітуге толық дайын болады. Неліктен ояна салып кофе ішу зиян? Бірінші. Егер сіз ояна салып кофе ішсеңіз, кофеин табиғи ояну процесіне қол сұғады. Уақыт өте келе, ми таңертеңгі кортизолды бөлуді ұмытады. Нәтижесінде бір шыны кофе ішпесем, есімді жия алмаймын деген күйге түсесіз. Екінші. Инсулин соққысы. Оянған сәтте кортизол жоғары болғандықтан, жасушалардың инсулинге сезімталдығы уақытша төмендейді. Егер осы сәтте кофеин қосылса, жасушалар инсулин сигналын мүлдем қабылдамай қалады. Глюкоза қанда ұзақтырып, ұйқы безі оны түсіру үшін 2 есе күшпен инсулин шығаруға мәжбүр болады. Бұл процесс жылдар бойы қайталанса, инсулинге төзімділік дамиды. Яғни, ағзада инсулин бар, бірақ жасушалар оны көрмейді. Менің кеңесім, кофені оянғаннан кейін 1 сағаттан кейін ішіңіз. Денеңіз табиғи кортизол шыңынан өз бетімен өтсін. Бұл уақытта жуыныңыз, таңғы асыңызды ішіңіз, немесе жаяу жүріп келіңіз. Нәтижесінде, кортизол деңгейі табиғи түрде төмендей бастағанда, кофеин дәл уақытында көмекке келеді. Бұл кезде инсулинге сезімталдық қалпына келіп үлгереді. Сондықтан ұйқы безіне артық салмақ түспейді. Егер кофесіз ояна алмаймын десеңіз, оянған соң лимон қосылған жылы су ішіңіз. Ол ас қорытуды оятады. Екінші ереже. Қантты корицаға алмастырыңыз. Кофенің өзі табиғаттың бізге берген ерекше сыйы. Оның құрамында жасушалардың инсулинге сезімталдығын арттыратын белсенді заттар бар. Зерттеулер қара кофені ұнататындардың метаболизмі жақсырап жұмыс істейтінін растайды. Егер сіз кофені қоспалармен қосып, химиялық бомбаға айналдырмасаңыз. Қант кофенің бүкіл пайдасын жоққа шығарады. Кофеге қант қосып ішсеңіз, ағзада мынадай процесс жүреді. Қант қанға лезде сіңіп, глюкоза деңгейін көтеріледі. Ұйқы безі шұғыл түрде үлкен мөлшерде инсулин бөледі. Бір жағынан кофеин инсулинге сезімталдықты аздап төмендетсе, екінші жағынан қандағы қантты тез шығару керек. Ұйқы безі шегіне дейін жұмыс істеп, инсулинді қажеттіліктен артық шығарады. 1-2 сағаттан кейін қант деңгейі тым төмен түсіп кетеді. Нәтижесінде шаршау, ұйқышылдық және тәттіге деген құштарлық пайда болады. Бұл гликемиялық кергелес. Менің кеңесім, сізді тәтті дәмнен бас тартуға емес, оны пайдалы етуге шақырамын. Кофеге корица қосылып ішіңіз. Корица метаболикалық денсаулық үшін ең көп зерттелген дәмдеуіш. Оның пайдасы жасушаларға инсулин сигналдарын жақсырақ қабылдауға көмектеседі. Ішектегі көмірсулардың сіңуін баяулатады. Күні бойы глюкоза деңгейінің тұрақты болуын қамтамасыз етеді. Кофеге ерекше жылулық пен табиғи тәттілік сыйлайды. Шығыс тәсілмен пайдалы кофе. Бұл әдіс сусынның дәмін тереңдетіп, пайдасын еселейді. Туркаға немесе кішкентай ыдысқа 2 шай қасық ұнтақ кофе мен 4-1 шай қасық ұнтақ корицаны салыңыз. 1 шыны салқын су құйыңыз. Баяу отқа қойып, жанынан кетпеңіз. Кофенің көбігі аймағы шетінен көтеріле бастағанда оттан алыңыз. Қайнатуға болмайды. Бұл процесті 2-3 рет қайталасаңыз, дәмі қанық болады. Шыныға құйып 1-2 минут тұнғанын күтіміз.
асықпай, әр жұтымның дәмін сезініп ішіңіз. Егер қантсыз ішу қиын болса, алғашқы уақытта пышақ ұшымен ғана аздап бал қосыңыз. Бал глюкозаның күрт секіруін тудырмайды. Уақыт өте келе рецепторларыңыз тазарып, кофенің шынайы дәмін түсіне бастайсыз. Қай корицаны таңдаған дұрыс деген сұраққа. Дүкен сөрелерінде екі түрі корица кездеседі. Кассия, арзан, иісі өткір. Құрамында кумарин көп болғандықтан үнемі қолдану бауырға салмақ түсіруі мүмкін. Цейлон корицасы. Нәзік, хош иісті әрі қауіпсіз. Егер кофені күнде ішсеңіз, осы түрін іздеп тапқаныңыз жөн. Корица қосылған кофе бұл жай ғана сусын емес. Бұл сіздің метаболизміңізді қолдайтын нағыз табиғи дәрі. Үшінші ереже. Кофенің құрамын қайта қарауға арналады. Мұнда біз сүт пен оның баламалары туралы сөйлесеміз. Кофеге сүт қосу нағыз классика. Ол сусынды жұмсақ, жайлы, әрі асқазанға жеңіл еткендей көрінеді. Медицина тұрғысынан қарасақ, шындық басқаша. Әрбір өнімнің инсулиндік индексі болады. Бұл сол өнімді жегенде ұйқы безінің қаншалықты инсулин бөлетінін көрсететін көрсеткіш. Сүттің бұл индексі жоғары. Енді елестетіп көріңіз. Сіз сүт қосылған, үстіне бір қасық қант салынған кофе іштіңіз. Бұл ағзаға жасалған 3 еселі шабуыл. Кофеин инсулинге сезімталдықты төмендетеді. Қант глюкозаны күрт көтереді. Сүт инсулиннің бөлінуін қосымша ынталандырады. Ұйқы безі. Мұндай жүктемені көтере алмай жатқанда, сіз бір шыны кофе іштім деп ойлайсыз. Егер сіз кофені қара күйінде іше алмасаңыз, екі тиімді шешім бар. Өсімдік сүтіне көшу. Бадам, кокос немесе жаңғақ сүтінің инсулиндік индексі сиыр сүтінен едәуір төмен. Әсіресе бадам сүті инсулинге іс жүзінде әсер етпейді. Брони кофе. Пайдалы майлардың күші. Май кофеиннің сіңуін баяулатады. Энергия күрт секіру түрінде емес, сізді 3-4 сағат бойы алып жүретін жайлы толқынмен бөлінеді. Майлар қандағы қант пен инсулинге әсер етпейді. Демек, ұйқы безі тыныш болады. Брони кофе дайындау рецептісі. Өзіңізге ұнайтын тәсілмен дайындалған бір шыны ыстық кофе. Бір шай қасық тазартылмаған кокос майын немесе жарты шай қасық жоғары сапалы сары майды қосыңыз. Май кофе бетінде дақ болып қалмау үшін кофені блендермен немесе арнайы кішкентай көбіктіргішпен 20-30 секунд шайқаңыз. Нәтижесінде кофе кремді, хош иісті латтеге айналады. Үстіне бір шымшым корица сепсеңіз, екінші ережеде іске қосылады. Мұндай кофе адамды өте жақсы тойындырады. Одан кейін түске дейін тәтті жегіңіз келмейді, және аралық тағамдардан, яғни перекустан оңай бас тартасыз. Төртінші ереже. Кофенің өзіне емес, оның қасындағы тәрелкеге арналады. Бұл ереже өте қарапайым көрінгенімен, оны бұзу денсаулыққа үлкен салмақ түсіреді. Кофеин ағзадағы адреналин деңгейін аздап көтереді. Дәл осы процесс бізге сергектік сыйлайды. Бірақ адреналин бауырға, қанға аздап глюкоза жібер деген сигнал береді. Кофенің идеал серіктестері. Жұмыртқа. Ботқа мен нанның орнына кофенің жанына жұмыртқаны таңдаңыз. Жұмыртқадағы ақуыз кофеиннің сіңуін баяулатып, сергектікті ұзақ әрі жайлы етеді. Ал пайдалы майлар сізді түске дейін тоқ ұстайды. Кофе мен ірімшіктің бір тілімі керемет жұп. Ірімшік ақуыз бен майдың концентраты. Ол қандағы қанттың күрт секіруіне жол бермейді. Менің кеңесім, кофе ішпес бұрын алдымен тәрелкеңізге қараңыз. Егер онда ақуыз немесе майлы өнім болса, кофені тыныш іше беріңіз. Ал егер ұннан жасалған немесе тәтті нәрсе болса, оны кофеден бөлек кофеиннің әсері басылған соң жегеніңіз дұрыс. Бүгінгі айтылған 4 ереженің басын қосатын бір рецепт бар. Ол сіздің метаболизміңізді қорғап, күні бойы тұрақты энергия сыйлайды. Дайындау тәсілі. Өзіңіз ұнататын әдіспен турка, френч пресс немесе кофе қайнатқышпен табиғи қара кофе дайындаңыз. Ыстық кофеге бір шай қасық кокос майын, болмаса жарты шай қасық сары май және бір шымшым цейлон корицасын қосыңыз. Бәрін блендерде немесе капучинатормен жақсылап шайқаңыз. Кофе тегіс, жұмсақ, кремді, түске енуі тиіс. Сіздің денсаулығыңыз бен энергияңызды сақтайтын идеал кофе формуласы. Оянғаннан кейін 1-1,5 сағат күтіңіз. Кофені қантсыз, бірақ цейлон корицасымен дайындаңыз. Мүмкіндік болса, сүттің орнына кокос немесе сары май қосып, көбіктендіріңіз. Жанына ақуызды таңғы ас жұмыртқа, ірімшік қосыңыз. Осы 4 ережені сақтасаңыз, кофе сіздің жауыңыз емес, нағыз қуат көзімен ұзақ өмір сүрудің кепіліне айналады. Денсаулық бір күндік ерліктен емес, күнделікті кішкентай таңдаулардан құралады. Таңғы кофе солардың бірі. Кофеден бас тарту міндетті емес. Тек өз арзаңыздың жұмысын түсініп, оған қамқорлықпен қарау жеткілікті. Өзіңізді күтіңіз.
сау болыңыз.